Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен шоколадты брауни пирогын дайындайтын боламыз. Сонда жұмсақ, ерекше, дәмді болып шығады. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысқа алдымен қант, одан кейін какао ұнтағын салып араластырамыз. Кейін бөлме температурасында тұрған сүтіміздің алдымен жартысын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршіктер болмауы тиіс. Одан кейін қалған жартысын құйып, жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын болған массамыздан кішкене жарты каседей бөлігін алып қаламыз. Кейін ол бізге қажет болады. Сосын осы массамызға 2 жұмыртқа және шым-шым тұз салып араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, одан кейін қопсытқышымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша дейін араластыратын боламыз. Мына жерде мен тағы да бір үлкен қасықтай ұнымызды салып, араластырып алдым. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай болып шығуы тиіс. Енді осы қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, толықтай пісіретін боламыз. Пісу уақыты өзіңіздің пешіңізге қарай, менде шамамен 25-30 минутта дайын болды. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Оның дайын болғанын ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Видеоның басында алып қалған осы массамызды пирогымыздың бетіне құйып, жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пешке шамамен 5 минутқа қойып аламыз. Міне достар, біздің шоколадты брауни пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ал егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться белгісін басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчик белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.